Ораза бұзылғанда қазасы ғана өтелетін жағдайлар. Бірінші, емдік мақсаттарда дәрі ішсе, ораза бұзылады, қазасын өтеу керек. Екіншіден, қателесіп бір нәрсе ішіп жеу оразаны бұзады. Яғни бір адам ораза екенін біле тұрып, қателесіп бір нәрсе ішіп жесе, оразасы бұзылады. Мысалы, дәрет алып жатқан кезде байқаусызда тамағына су кетіп қалса, қарды аузына салып, ол да тамағынан өтсе, оразасы бұзылады, қазасы өтеледі. Егер де ораза екен ұмытып істесе, ораза бұзылмайды. Үшіншіден, тістерінің арасынан шыққан қан түкірікпен бірдей немесе одан да көп болып, тамақтан өтсе, ораза бұзылады. Аз болса бұзылмайды, өйткені көлемі аз қаннан сақтану қиын. Төртіншіден, ауыз толы құсық қақырық болса, Абу Ханифа мен имам Мұхаммед бойынша оразаға ешқандай зиян тигізбейді. Жоғарыдағы мәселеге мына хадис дәлел. Аузы берік адам құсқысы келіп өзіне ие бола алмаса, оған қазасын өтеу міндетті емес. Өз қалауымен құсатын болса, оразасын қазасын өтесін деген екен. Әрі қаза, әрі каффарат қажет ететін жағдайлар. Бұлар екіге бөлінеді. Біріншіден, ешқандай себепсіз азық немесе азықтың ерекшелігі бар барлық заттарды әдейі біліп жеу. Мысалы, әдейі жеу, ішу, темекі шегу, бұлардың барлығы ішке кеткен кезде әрі қаза, әрі каффарат керек. Бірақ азықтар ауызда езіліп жұтылмайтын болса, дәмі де тамақтан өтпесе, ораза бұзылмайды. Сонымен қатар, біреуді ғайбаттағаны үшін қан алдырғаннан кейін немесе сүйіскеннен кейін ораза бұзылады деп ойлап, әдейі жеу де каффаратты қажет қылады. Сол секілді аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту каффаратты қажет еттіреді. Аз көлемде тұз жеу де осындай. Бұл жайлы Хазіреті Әлидің риуаят еткен мына хадисі дәлел. Ораза кіргеннен ғана бұзылады, шыққаннан емес. Үшіншіден, аузы берік екенін біле тұра зайыбымен жақындасуы. Мұның дәлелі Рамазанның күндізінде әйелмен жақындасқан бір адам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам білдіреді. Пайғамбарымыз оған каффарат үшін бір құл азат ету, оған шамасы жетпесе 2 ай қатарынан үзбей ораза ұстау керектігін, яғни оған да күші жетпесе 60 жоқ-жітікті тойдыру қажеттілігін айтады. 2 ай ораза ұстауға шамасы жеткен адам жоқ-жітіктерді тойдыру мүмкіндігін каффарат жолына пайдалана алмайды. Ораза каффараты. Кімде-кім Рамазанда әдейі ешқандай себепсіз оразасын бұзса, оған каффарат ретінде бір құлды немесе күңді азат етуі, егер оған шамасы жетпесе 2 ай қатарынан ораза ұстауы, егер бұған да күші жетпесе 60 жоқ-жітікті тамақтандыруы тиіс. Құранда бұл жайлы былай делінеді: бастаған ізгі істеріңді бұзбаңдар. Пайғамбарымыз былай дейді: кімде-кім Рамазанда оразасын бұзса, оған зихар жасаған адамға тиісті каффарат жүктеледі. Бірақ Рамазан оразасынан тыс оразаларға тек қана қаза керек.